Сәлем қыздар, бүгін сіздермен ерекше тәсілмен дайындалатын шарлотка тәттісін бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды комментарияда жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызған табамызға 5-6 дана алмамызды, яғни аршылып туралған алмамызды салатын боламыз. Үстінен жарты стакан қант саламыз. Жарты шай қасығында корица саламыз. Барлығын төменгі отта жақсылап араластыра отырып, карамель күйіне енгенше қалдырамыз. Қантымыз ери бастайды. Сол кезде газдың астын өшіріп, суытуға алып қоятын боламыз. Ал енді қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 4 дана жұмыртқа қажет болады. 4 дана жұмыртқамыздың үстінен 1 стакан қантымызды салып, миксердің төменгі жылдамдығында бастап, көпіртіп бастаймыз. Төменгі жылдамдығынан ең жоғарғы жылдамдығына дейін алып барамыз. Осылай өзінен 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді үстінен 1 стакан елеуіштен өткізілген ұнымызды саламыз, және де 1 шай қасығында қамыр қопсытқышын салып, миксердің төменгі жылдамдығында араластыратын боламыз. Сіздерге кішігірім лайфхак, осылай пергамент қағазын мыжғылап алатын болсақ, кез келген формаға оңай форма келтіретін боласыздар. Ал енді суыған алмаларымызды салып, бір тегістетіп жайып аламыз. Үстінен дайын қамырымызды бір келкі етіп құйып шығамыз. Бұл уақытта біздің пешіміз алдын ала 180 градусқа қызып тұруы қажет. Қызған пеште 25-30 минуттың көлемінде жақсылап пісіріп аламыз. Піскен-піспегенін зубочистканың көмегімен тексеріп аласыздар. Егер зубочистка құрғақ болса, піскен болады. Мінекей, біздің пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.